Сапқа тұрсаң ақын деген санатқа, бар арманың, бар үмітің сол ақпа. Абайла сен, басқада жоқ ауру бар, қолыңдағы қаламмен ақ парақта. Ойлай көрме саламатпыз саумыз деп, ойнай көрме дауасы жоқ дауды іздеп. Баламыз біз аңқау, аңғал сәбейміз, бәрмен дос, жауыздықпен жаумыз тек. Өйткені біз жеп жеңілміз, желеңбіз, өмірменен өлім жайлы өлеңбіз. Бірақ өлер болсақ тек қана сұлулыққа ғашық болып өлерміз. Қайырлы күн, қымбатты оқырман. Бүгін сіздерге ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері Мырзан Кенжебайдың шығармашылығына арналған «Тура жазып, ақиқатты жырында» атты виртуалды кітап көрмесін ұсынамыз. Көптің көкейіндегісін тамыршыдай тап басып, тура бидей тайсалмастан турасын айтатын ақын шығармашылығына шынайы шыншылдық, бейнелі орам, жан мен жүрек сыршылдығы тән. Сондықтан ол өз оқырманын терең ойға батырып, тебіреністі сезіммен суаратынына сеніміміз мол. Ақпан өлеңдер жинағы жазушы баспасынан 2008 жылы жарыққа шықты. Жинаққа кейінгі жылдары жазған өлеңдері енгізілген. Шайыр тек өз жүрегінен өткен ақиқатты шынайы да көркем өрнектей отырып, замандастар өмірін, қоғамдық өзгерістерді, адамдардың тыныс тіршілігін алға тартады. Ақынның «Қара суық жыр» кітабы жазушы баспасынан 2006 жылы жарық көрген. Бұл кітапқа әр жылдары жазылған таңдаулы өлеңдерінен түзіліп, тұтас білімді толымды сипат танытқан өлеңдері енгізілген. Мырзан Кенжебайды жұртшылық көбіне нәзік сыршыл, мұңды лирик ақын ретінде таниды. Алайда ол, оңы мен терісі аралас әлеуметтік, саяси, қоғамдық алуан шараларды ақынға тән көргіштік, аңғарыштық сезіммен қалың жұртшылыққа жеткізіп отыратын шебер көсемсөзші ретінде де көзге түсті. Оның көсемсөз жанрындағы тұңғыш жинағы «Ұлт уайымы» деп аталады. Арыс баспасынан 2019 жылы жарық көрген. Кітапта 1991 жылдан бастап соңғы жылдарға дейін жазылған мақалалары мен әдеби сындары жарияланған. Құрметті оқырман, өмірден тоқығаны мол, өнердегі ізі жарқын ақынның сыршыл өлеңдерін оқуға кітапханамызға шақырамыз.